Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер, эфирде автограф бағдарламасының кезекті саны. Бүгінгі автограф бағдарламасының қонағы Камал Әбілқасымқызы Әлпейісова, жазушы, аудармашы апамыз. Камал апай, қош келдіңіз, солтүстік өңірге қош келдіңіз. Енді сізді біреу біледі, біреу білмейді. Өзіміз сізді жазушы ретінде, ақын ретінде, жаңағы ілеспе аударманың негізін салушы адам ретінде танимыз. Көп жұмыстарыңызды білеміз. Жалпы енді білмейтін аудиторияға өзіңізді шамалы таныстырып өтсеңіз, қай жердіксіз? Торғай өңірі ғой, менің білуімше. Қай жерде тудыңыз, солдан бастасақ? Сәлеметсіздер ме, құрметті Қызылжар өңірінің тұрғындары, бауырларым. Осы жерге келгеніме қуаныштымын. Бұл менің бірінші келуім емес. Негізінен осы өңірмен менің біраз жылдан бері шығармашылық байланысым бар. Ол біздің ана тіліміздің қолданылу аясын кеңейту жөніндегі жұмыстарға байланысты. Осы өңірге бұдан бұрында 2-3 рет келіп кеткенмін. Міне осы жолда халықаралық қазақ тілі қоғамының өңірлік бөлімінің филиалының құрылуына байланысты үлкен жиналыс болып, өңірлік жиналыс болып жатыр. Тек қана осы жердің емес, көршілес Ақмола, Қостанай облыстарының Астанадан адамдар келіп, үлкен бір пікір алысу болды. Және осы өңірде шындығында да жаңа ұйымның басқа өңірлер өнеге алатындай нәрселер бар екеніне қуанып отырмын. Өзім солтүстік өңірдің қызы болғандықтан, тық десең тауыққа тиеді дейді ғой. Солтүстік өңірдің қазақтары қазақша білмейді деген, о жақта қазақ тілдің жайы нашар деген сөздер мен жаныма батады. Сондықтан сіздермен байланысымның көбіректігі де содан. Қай жерде сенің көмегіңе мұқтаж, сол жерге көмектесу керек деп есептеймін. Сондықтан Жанат Мұхамеджан деген жігіт осы тіл майданында танысқан менің Әнуар Бердібекұлы екеуі бауырларым, әнілерім. Сол апай осындай көмегіңіз керек десе келемін осындай. Сол себеппен міне қызылжарлық телекөрермендермен кездесіп отырмын. Өзім Арқалықтанмын, сол жерде мектеп бітіргенмін. Одан кейін Қазақ ұлттық университеті, біз оқыған кезде университет Қазақстанда жалғыз болатын. Соған оқуға түсіп, соны бітіріп, Алматыда 25 жыл тұрып, содан ел астанасы Ақмолаға көшкенде, сол бірінші эшелонмен келгенбіз. Ол кезде мен парламентте қызмет істеймін. Парламент сенатының аударма бөлімінде болдым. Сол жерде жүріп, мен Қазақстандағы тәуелсіздікпен бірге келген аударманың ең кенже түрі ілеспе аударма деген сала бар. Тәте, енді осы салаға көбірек тоқталсақ, жалпы ілеспе аударманың жақсы жағы мен жаман жағы да бар деп есептеймін өзім журналист ретінде. Бұл менің өзімнің жеке пікірім. Бірақ енді сіз қалай ойлайсыз, жалпы қазіргі аударманың деңгейі қандай? Қай аударма? Жалпы аударма. Жалпы аударма бізде мысалы көркем аударма бар, іскери аударма, ресми аударма бар. Сосын мына ілеспе аударма бар. Ол ауызша аударма деп айтады қазақша айтқан кезде, синхронный период дейді ғой. Бұл ілеспе аударма бізге тәуелсіздікпен бірге келді. Тәуелсіздікке дейін бізде барлық жиын, менің қатарларым айтады, бәрі орысша өтетін. Ол жерде неше ұлт отырсын, олардың тілінің керегі жоқ. Орыстың тілі үстемдік құрған. Білсең де тыңдайсың, білмесең де тыңдайсың, заман сондай бастан өткен. Енді тәуелсіздік келді. Біз Қазақстанның осындай аумағы бар, территориясы, мемлекеттік тілі қазақ тілі деп бекіді Конституцияда, тіл туралы заң шықты, мемлекеттік тіл қазақ тілдегі мәртебе берілгеннен кейін, яғни ол сол мәртебеге сәйкес пайдалану керек. Яғни ол не? Қазақтың тілі тек қана мына отбасы ошақ қасындағы әңгімемен дамымайды. Ол даму үшін міндетті түрде үлкен ғылымның тілі болу керек, өнердің тілі керек, және үлкен саяси жиындардың тілі болу керек. Жұмыс тілі дейді ғой. Біріккен ұлттар ұйымының мысалы 6 жұмыс тілі бар. Мысалы ағылшын тілі, француз тілі, қытай тілі, араб тілі деп. Мына екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орыс тілі де қосылды оған. Сол екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен мемлекеттің тілі ретінде СССР-ның тілі өзі орыс тілі ғой, ортақ тіліміз.
Сондықтан енді бізде мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғандықтан үлкен жиындар, онда сөйлейтін қазақ адамдар ол қазақ тілінде сөйлеу керек, үлкен мінбелерден. Ал қазақ тілінде сөйлеу үшін ол ана аудиторияда отырған, залда отырған адамдар оның айтқанын түсіне ме, түсінбей ме? Сол түсіну үшін екі ортада алтын көпір, ол ілеспе аудармашы. Міне біз сол ілеспе аудармаға келген алғашқы қарлығаштарымыз деуге болады. Қазіргі кезде ғой ол мынау Абылай хан университетінде оқытады ілеспе аудармашыға, түрлі курстар бар, қаншама оқулықтар бар. Біздің кезімізде оның түгі болған жоқ. Интернет те жоқ ол кезде. Сол ойбай, сен осы орысша қазақша жақсы сөйлейсің ғой, сенің қолыңнан келеді деді да. Сосын о заманда партияның бар кезі әлгі барасың, отырасың деді, болды. Сүрініп, қабынып, қателесіп, өз қатемізден өзіміз қорытын жасап жүріп, сабақ жасап жүріп, үйрендік ілеспе аударманы. Бұл ілеспе аударма өте қиын. Оған жазбаша аудармашының кез келгені бара алмайды. Өйткені себебі оның бойында қабілеттер болу керек. Мысалы, сен бір мезгілде айтып отырған сөзді тыңдап, оны мимен аударып, тілмен айтып жеткізу керек. Ол кезде сөйлеп отқан адам жай тұрмайды ғой, ол әр қарай сөйлеп отады. Ол кезде оның айтып отқан сен есіңде сақтауың керек. Көрдің ба? Және ол ілеспе аудармашы болу үшін сенде мықты реакция болу керек. Кейбір кезде футбол ойнап отқан кезде ұшып келе жатқан допқа қараймыз, қақпашы былай қарай ұшып жатады ғой. Реакциясының жоқтығы. Әйтпесе теннис ойнаған кезде допты қалай қағып тұрады? Реакциясы. Сондықтан анау айтылған сөзді сен қағып алатын сондай фигуральный реакция болу керек. Оған қосымша сенің екі тілдің де фразеологиялық тіркестерін жақсы білу керек. Мақал мәтелдерді, қанатты сөздерді, орысшасын, қазақшасын, және оның калька емес, мағыналық аудармасын. Біздің заманымызда Зейін Шашкин деген жазушының дәрігер парыз деген кітап болған. Сонда орысша білмейтін дәрігерге келіп айтады ғой, мынау ет пен терінің арасында жел бар, содан жыбырлап деп айтса, между кожем и кости есть ветер, поэтому тело шевелится деп аударылғандар болады да. Әйтпесе 8 көзім ауырды десе 8 глаз болит деп. Ол калька тура аударма. Ал неде? Мысалы бізде мағыналық ілеспеде, мысалы біздің қазақтың тілінде бар мақал мәтелдердің орыс тілінде бәрібір балама аудармасы бар. Мысалы апама жездем сай дейді ғой. Иә. Мужы жена одна сатана. Осының бір реттей болды. Астанада үлкен жиын болып жатты тілге байланысты, көшедегі жарнамаға байланысты. Сол жарнамаға көп қате кетуші ғой. Қазірге дейін бар. Әлі де бар ма? Соған ашуланып жаңағы жиналысқа қатысушылар бұрқылдап сөйлеп жазалау керек, соттау керек деп соған шейін айтып жатыр ғой. Сөйтсе соттау үшін ол заңның нормасы болу керек деп сөйтті аудитория қыз осындай айғай-шу айналысып кеткен кезде марқұм Өтепберген Ақыпбеков деген аудармашы ағамыз болған, әділет министрлігінде істейді. Сол атмосфераны кішкене жайлырақ қалыпқа түсіргісі келді ме? Ай осы сенің біреу айтты, заң жоқ дейсің, заң жоқта бұның бәрі қашпаған қашардың уызымен бірдей ғой деп. Сонда ағай тұрып айтты. Ай сонда қашпаған қашардың уызы дегенді орысша қалай аударуға болады? Корова не беременна деп айтпайсың ғой, деп жұрт күліп, жайланып сөйткен кезде Әлібек Асқаров деген жазушы кісі, ол кезде ол ақпарат министрлігінің вице-министрі болатын. Сол отырып айтты. Ай осының аудармасын бір білсе Камал біледі. Енді біздің үздік аудармашы ғой деп. Бұл жиналыс 2004-те болды, менің есімде ғана 2003-те мен республикалық сайыстың бас жүлдесін алған аудармашылар. Сонда айтам, Аллаға тәубе, мен білем дедім. Қашпаған қашардың уызынан дәмету деген, это делит шкуру неубитого медведя. Ал қашар қайда, уыз қайда, аю қайда. Мағынасы бір, жоқ нәрсені күту. Жоқ нәрсе. Болмаған нәрсе, жоқ нәрсе. Сол сияқты, мысалы, фразеологиялық тіркестерді білу керек. Одан кейін ілеспе аудармашының мына бүкіл дыбыстарды анық айту керек. Бізде ыңды айта алмаушылық бар ғой. Бар. Сынықты дейтіндер бар, ондайлар жарамайды. Одан кейін ілеспе аудармашының дауысы әуезді болу керек. Жақсы болу керек. Өйткені үнемі құлағында тыңдаушы тұрған адамға жағымсыз дыбыс
әсер етеді, нашар әсер етеді. Сосын ол тыңдамайды аударманы. Яғни ол саған минус. Соны үйретуіміз керек. Дауыс қояды. Мысалы, консерваторияда әншілердің дауысын қою үшін фонятор деген маман болады. Сол сияқты ғой. Сосын міндетті түрде бүкіл саланың терминдерінен хабарын болу керек. Терминдердің қалай аударылатынын оны біліп отыру керек. Одан кейін жалпы айтады, Ресейдің кітаптарын кейін оқыдық қой, интернет ашылған кезде, жалпы ілеспе аудармашы должен быть ходячей энциклопедией дейді. Өте білімді болу керек. Өйткені сен жиналысқа бара жатсың, қандай жиналыс бар екен. Мысалы, Ресейге мен стажировкаға барғанымда, ол жерде, мысалы, биология, медицина саласының ілеспе аудармашылары, ол машина жасау, оған ракета құрылысы, ондай салаға бармайды, аударма жасауға. Өйткені ол маманданған. Педагогика саласынан жиналыс болса, оған барып аударма жасаған адамдар заңгерлердің саласының жиналысына бармайды. Олар маманданған. Бізде Қазақстанда біз кейін дамыған. Оғандықтан бізде әлі маманданып әлі үлгерген жоқпыз. Қазір біздегі ілеспе аудармашылар бес аспап. Ілеспе аудармашылар қиын. Байқадыңыз, қиын екен. Бірақ керек. Ал енді жаман жағы деп айтқаныңызда ол рас. Минус жағы. Минус жағы ол анау сен аппаратпен жұмыс істейсің. Ол құлағыңда тұрады. Құлаққа әсер ете ме? Міндетті түрде құлақтың есту қабілетін төмендетуге әсер етуі мүмкін. Екіншіден, қан қысымының жоғарылауына әсер етуі мүмкін. Жүрек қағысының жиілеуіне әсер етуі мүмкін. Міне осындайлардың алдын алу үшін ілеспе аудармашылар жұппен жұмыс істейді. 20-30 минут аударады да, 20-30 минут демалады. Сондай болу керек. Сосын оларға мысалы, міндетті жылы су болу керек. Мысалы, шетелде Біріккен ұлттар ұйымында мен мысалы көрдім. Оларға мысалы кәдімгідей сол күні тамақ ішетін паёк береді. Ондай жоқ бізде енді. Бар нәрсені айтып жатырмын да. Сосын олардың кабиналарының бәрі дұрыс жабдықталған. Жарығы, вентиляциясы, алдында монитор болу керек. Егер мысалы парламентте мен жұмыс істеген, онда зал мен ілеспе аудармашы отыратын кабинаның ортасы үлкен әйнек. Сен залдағыларды көріп отырасың. Ол өте маңызды. Өйткені сенің аудармаң жақсы ма, жаман ба, адамдардың реакциясын байқап отырасың. Анау қозғалақтап, тыңдауыш тұстап, әйтпесе бүйтіп артқа бұрылып қарап жатса, яғни сенің аудармаңның кілтипаны бар. Не сенің дауысың дұрыс шықпай жатыр, дауысты қосуды ұмытып кеттің бе? Не сенің аудармаң дұрыс болмай жатыр? Ол сигнал. Ал ондай әйнек жоқ жерде, міндетті түрде алдыңда монитор болу керек. Адамдарды көріп тұр. Өйткені себебі ілеспе аударманың тағы бір жазылмаған заңы, сен ана жерде аударма жасай бастаған кезде сөз сөйлейтін адамның қалыбына кіресің. Ол қандай эмоциямен сөйлейді? Ол егер көңілді эмоциямен сөйлесе, біреудің мерейтойы болуы мүмкін, иә? Әйтпесе сондай эмоциямен. Әйтпесе бір нашар жағдай болады. Бір жерде бір жарылыс болуы мүмкін, бір қайғылы жағдай болуы мүмкін, біреу қаза болуы мүмкін. Сондай эмоциямен сөйлейді. Сен сондай эмоциямен сөйлеуің керек. Анау монитордың бәрі, әйнектің бәрі ол сол үшін керек. Қазіргі аудармаға көңіліңіз тола ма? Аудармашылардың жұмысына, аудармаға жалпы? Жалпы бізде негізінен біткен іске сыншы көп дейді ғой. Бізде сынаушылар көп қой. Жалпы әлгі диванный критик деген қазір пайда болды ғой. Бізде жұрт сынауға бейім, құмар соған. Ал мен айтам, сынайтын адам ол өзі бірдеңе ұсыну керек, соны жақсарту үшін. Сондай ұсынуға сенің мүмкіндігің бар ма, жағдайың бар ма? Сонда сына. Мысалы, кім атақты бізде Галина Уланова деген балерина болған. Атақты. Соның мен бір интервьюін көрдім, осы көз тірі кезінде. Сонда айтады, мен жас бишіге Жизельдің партиясы қандай болу екенін көрсетуім үшін, түсіндіру үшін, оның мына биің дұрыс емес деп айту үшін, мен өзім должна уметь делать шпагат на 180 градусов в полете дейді. Көрдіңіз ба? Маған қатты ұнады сол сөз. Сондықтан әрине төрт аяғынан тең түскен барлық аударма деп мен айта алмаймын. Өйткені біздің кәдімгі бізді оқытқан, кәсіби білім берген ешкім болған жоқ, біз өзіміз үйрендік.
Ал сосын ілеспе аударманың жаңағындай қиындығына байланысты, спецификасына байланысты оған барам деушілер де жоқ. Және бізде ілеспе аударма жасатып алып, оны оған ақысын төлемеуге ұмтылатындар көп. Ол негізінен қызмет көрсету саласы, ол ақылы болу керек. Сондықтан аудармашылар өте аз. Ал қазіргі кезде бар, парламентте аудармашылар бар, олар деңгейі жоғары ілеспе аудармашылар. Олар қазір кез келген саяси жиындарды, болып жатқан заң жобаларын, депутаттардың талқылауын, министрлердің сөздерін, президенттің сөзін аудара алады. Әрине ол мынау түп нұсқадай болмағанмен, ілеспе аударманың мақсаты негізінен бұл ақпаратты жеткізу. Вот сол ақпарат жетеді. Батыс Қазақстан облысына барайын деп жатырмын. Сол жақта ілеспе аудармашы мамандарды дайындауға мені шақырды. Осы жерде мен не айтайын, мысалы 2 жыл қатарынан 18-ші және 19-ші жылдары мен Ақтөбе облысында болдым. Сол жерде Гүлбану Төлеубаева деген басқарма басшысы болды. Ол менің Астанадағы курсыма келіп қатысып, содан өзіне барып 2 рет ұйымдастырды. Және мен шарт қойдым, ілеспе аударма курсына 10, 12, 14 адамнан артық болмау керек. Неге сен онымен әрқайсымен жеке жұмыс істейсің. Ол шет тілінен өткен сияқты. Оны білмейтіндер 30 адам әкеліп қоятыны бар. Одан ілеспе аудармашы шықпайды. Мен оған айтам, сол айтқан нәрсемді қайтып алуым керек. Мен аударма жасатам, ең қарапайымнан бастайын, содан күрделі саяси дискурсқа дейін жеткіземін. Соның бәрін 10 адаммен жұмыс істеп шығуым керек. Камал апай, мынау аударманың бар болуынан тіліміз кеңдей қалып жатқан жоқ па? Осы аудармашылар жұмыс істегеннен, жаңағы жоғарыдағы сіз парламентте жұмыс істедіңіз ғой, сондай деңгейдегі жүрген адамдар қазақ тіліне қызығушылық білдірмей қала ма? Қалай ойлайсыз? Негізінен аударма деген нәрсе болмау керек заманды мен де күтіп жүрмін. Қазақстанның бүкіл азаматы мемлекет тілде сөйлеп, барлық жиында сөйтіп сөйлеп, көшеде біздің тіліміз естіліп жатса, мен үшін үлкен бақыт. Бірақ біз бәріміз тарихи бір кезеңдеміз, бір өтпелі кезең. Біз 70 жыл кеңестік жүйеде болғандықтан, мен мектепке барған кездері біздің әке-шешелеріміз орысша білмегеннен бастарына таяқ тиген. Мысалы, мені орыс мектебіне бергісі келген, мені алған жоқ, өйткені мен орысша білмейтінмін. Бірақ мен осы орыс тілін жақсы меңгергенім мен намысым деп ойлаймын. Мені есіктің алдынан қайтарған кезде, менің бөлем екеуміз бірге бардық, бөлем қаланың қызы, оны алды, ол сайрап тұр, мен түк білмеймін, мен алған жоқ. Сонда мен намыстанып, сонда айтқам, әкем айтам, көріңізде тұрыңыз, мен Рахиядан артық сөйлемесем кем сөйлемеймін деп. Намыс. Мен намыс. Міне содан, мысалы, қазір мен 2 тілде де таза сөйлеймін. 2 тілде де әдеби тілде сөйлеймін, мысалы. Мен бөлем қазақша сөйлей алмайды, орыс мектебін оқыды. Ал сондықтан жалпы мен өзімнің қазақстандық, өзімнің балаларым, іні-сіңлілерім ғой, мен намысымды тілеймін. Намыстанған адам қашанда ол өз тілін ұмытпайды, өз тілін тастамайды. Ол анасын тастап кеткен сияқты нәрсе ғой ана тілі деген. Ал ана тілдің қазір кезде нашарлау дамуы, сол мысалы біздің қатарымыздан кейінгілерді, мысалы 60-шы жылғылар жаппай орыс мектебіне барды, орысша білім алды. Олардың балалары тағы да орысша болып өсті. Олардың балалары солай. Сол ата-әжелер 60-шы жылдар солар шүлдірлеп балаларының орысша сөйлейді. Мен мысалы немеремді мектепке апара жатқан кезде автобуста көрем. Сонда қазақ мектебі ғой. Сонда кішкентай бала былдырлап, ата, қай жерде түсеміз, бірдеңе деп тұрса, еще 2 остановки бірдеңе деп тұрады. Сонда айтам, ата сау, мына ботақанға қазақша жауап беріңіз сейші. Әжесі ау, мына балапан қазақша сөйлеп тұр ғой, қазақша сөйлеңіз сейші деп, мен сол автобустың ішіндегілер мен танып болған шығар. Сонда әжелер, мен қатарлы, менен де кіші әжелер, аталар кінәлі солар. Олардың бәлкім намыс аздау болған шығар. Мен бір ретте бір курсымда
осы сөзді айттым, сол сөз менің тыңдаушыма ұнамай қалды. Бізде дейді, біз орыс мектебінде оқыдық, біздің балабақшамыз орысша болды, институтымыз орысша болды деген әңгімені айтады да, жарапазан белгілік қой. Сонда мен айттым, онда ол сіздің әкеңіздің нашарлығы дейді. Сіздің әкеңіздің нашарлығы. Менің үйімде менен кейінгі балалардың бәрі орысша оқыды, бірақ менің әкем шарт қойды, табалдырықты аттап кіресің бе, үйде қазақша сөйлейсің деді. Сыртта біз бар. Арқалық қаласында 7 мектеп болды, 6 орыс мектеп, жалғыз қазақ мектебінде мен оқыдым. Менің 7 досым болса, оның 6 орыс мектебінде оқитын болды. Мен олардың бәрімен орысша сөйлеймін. Үйге келгенде мен әкемнен ағам, мен үйде қазақша сөйлеймін. Сөйтіп, қазіргі кезде әкелер ықтырып тұру керек. Менің екінші идеям, осы біздің ұлдарымыз мықты болу керек. Олар отбасының иесі болу керек. Әкем дос деп жаңа әкесімен шемішке жағып, сыр ашып, телевизор қарап отырмау керек. Жақтас әкесінен ағып тұру керек. Тәте, біздің тіліміздің тиісті деңгейде дамымай жатқаны неге байланысты? Отбасына? Отбасына. Өйткені ешқандай билік келіп, отбасында орысша сөйле деп атқан жоқ. Ол отбасындағы адамдардың әке-шешесінің сана сезіміне байланысты. Әке-шешеге сана беру керек. Ол мен жаңа мынау семинарда айттым, мысалға келтіріп әдейі. Жақында Фейсбуктан оқыдым, Қостанай қаласында 29-ші мектепке мына қазақ тілі қоғамының мүшелері барып кездесу өткізіпті. Сөйтсе ата-аналардың бәрі енді балаларын бірінші сыныпқа берейін деп атқан ата-аналар, ол 30-дағы, 35-тегі адамдар ғой. Олардың бәрінің бір ғана аргументі бар. Біз оларға сабақ оқуға көмектесе алмаймыз дейтін көрінеді. Мен оның ол айтқандарын түсінем. Өйткені мен немерелеріммен қазір сабақ қараймын ғой. Мен балаларыммен сабақ қараған адам емеспін. Қазіргі мен немерелеріме сабақ үйретіп отқан кезде кітаптарына қарасам, кітаптар өте күрделі. Онда анау 7 жасар бала түгіл, мен филолог, жазушы, кейде мен түсінбеймін. Ол орыс тілінен калькамен аударыла салған нәрсе. Тура аударма, Аха. Тура ма? Тура. Мағынасыз бере салғандар көп. Сондықтан мен анау жас ата-аналарды кейде түсінем. Бала түсінбейді, балаға көмектесу керек. Сол кезде Қостанайдағы 29-ші мектептің директоры өте тамаша ұсыныс айтқан. Егер қазақ мектебіне берсеңіздер, қазақ сыныбындағы балалар үшін біз ұзартылған күн жасап, сабақты оқуына өзіміз көмектесеміз деген. Түстен кейінгі оқу. Сол жерде 2 ата-ана арыз жазып қазақ сыныбына берген. Соны мен айттым, мынау бүкіл республикадағы директорлар мен мұғалімдер құр жылай бермей, үлгі алыңдар мынадан деп. Соны мына жерде де жаңа 3 мектеп директоры келген екен. Сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, сіңілілерім. Мына қазақ тілі қоғамының мүшелері, сіздердің құлақтарыңызға осындай жұмыс жүргізіңіздер. Бұл деген көпке созылмайды, бір 4-5 жылдан кейін өзі қаз-қалпына келеді деп айттым. Камал апа, енді жазушысыз ғой, қалам тербеп жүресіз. Тақырыбыңыз көбіне қай мақалаларыңыз қай тақырыпқа көбіне қалам тербеген сізге жеңілірек? Сараптама ма, махаббат па, туған жер ма, енді өзіңіз білесіз. Жалпы қазіргі мақалалардан жазатын адамдардан кімдерді сүйсініп, бір тебіреніп оқисыз? Менің келінім Астанадағы оқушылар сарайында баспасөз хатшысы болып жұмыс істеген кезде журналистер үйірмесін жүргізді. Сосын бірде ол ауырып қалды да, мен барып қасында отырып, мен жүргіздім. Сонда балаларға осы сұрақты қойдым. Сіздер қай журналистті үлгі тұтасыздар? Кімнің жазған мақалаларын оқып жүрсіңдер десем, әлгі балалар маған телевизордағы дикторларды айтады ғой. Сосын айттым, потому олар тележүргізушілер. Олар ана жерде әп-әдемі болу үшін оларға макияж жасайтын бір адам бар, шашын жөндейтін бір адам бар, киім түзейтін бір адам бар, сөзін жазатын бір адам бар, ақпарат түсіріп алып келетін бір адам бар. Ол әп-әдемі болып күлімсіреп айтып болады. Ол журналист емес, тележурналист болып бірге жұмыс алып жүргендер өте аз. Мен сіздерге кәдімгі басылымдық журналистерді айтып отырмын деп.
соны атай алған жоқ. Әдемілікке ғана қызығып тұр ғой сыртта. Иә, сол әнші болғысы келеді, бәрі жаңа әдемі көйлекпен көлбеңдеп жүргісі келеді, әдемі болып сөйлеп қуыршақтай болып отырғысы келеді. Сондықтан қазіргі кезде оның үстіне қазір мынау әлеуметтік желі дамыды, оның үстіне мынау TikTok соңғы келген тіпті бұзды. Сондықтан қазіргі балалар басылымдық журналистерді білмейді. Біздің кезімізде олар біздің кумирлеріміз болды. Мысалы, мен университет бітірісімен жас алашта жұмыс істедім. Ең төменгі жұмыстан бастап істедім. Сонда қазіргі кезде жас 70-терге келген Жарылғап Бейсенбайұлы, Жанболат Аупбаев, Балтабай Әбдіғазиұлы, Сейдахмет Бердіқұловтың өзі жас алаштың, ол кезде ленші жас қой, редактор. Солардың жазғандарын осы құнығып оқитынбыз. Сосын бет-бет Жарылғап Бейсенбайұлы Шоқанның ізімен деген экспедиция жасады. Біздің Шоқанның туғанынан бастап, сол жерден бастап Қашқарға барған жолымен түгел жүргізіп. Сосын мен ойлайтынмын, мен мынандай етіп жаза алмайтын шығармын ешқашан деп. Соңғы кезде айтамын ғой, Жақа, мен сізден 2 есе көп жаза алатын жағдайға жеттім, көріп жүрмін ғой деп күледі. Мен журналистикада негізінен жастар тақырыбы, отбасы тақырыбы, негізгі өзімнің тақырыбым, бала тәрбиесі, сондай болды. Ана жылдары өте үлкен резонанс алған менде ұл деген тақырып болды. Ұл деген тақырып 2009 жылы жазды. Қазірге дейін менен сұрайды, ол отбасындағы ұл баланың тәрбиесіне дұрыс көңіл бөлінбеу. Бізде қыз баланы біздің халық өте қадірлеген ғой, төрге отырғызған, мысалы қадірлеген, қыз өссе елдің көркі деген. Сосын бүгінгі заманға келгенде ол бөтен елге барады. Барған кезде мерей үстем болсыншы, еңсесі биік болсыншы деп оқуға 2 баланың біреуін түсіру керек болса, қыз баланы түсіретін болған, ақымен түсіретін болған. Ұл бала жарайды, ол қойда ғой, ол жарайды, ол трактор айдаса да, шопыр болса да бірдеңе болады деп. Содан ұл балалар оқымай қалды көп жағдайда. Сосын ана оқыған қыз бен оқымаған баланың кейін отбасының құрса сөзі жараспайды. Өйткені себебі ол отбасылық өмір деген тек қана шындықтың ар жағымен есептелмейді. Ол олардың рухани туыстығы болу керек. Сөз жараспау деген ол үлкен отбасылық трагедияның басы. Міне, сол кездерде мен ұлды оқыту керек. Егер ұл білімді болса, ұл өрелі болса, ол оның алған жары да, оның балалары да сондай болады деген тақырыппен. Одан кейін мен әке беделі деген жаздым, өте үлкен. Сосын мына журналистерге де көп нәрсе жаздым. Мысалы 2018-де арна басшыларына айтарым бар деген мақалам шықты. Бүкіл журналистер нетті кейін хабарлап. Мен Қазмедиаға кірсем, апай, анау кім, мынау кім деп менен сұрайды. Мен әдейі ешкімнің аты жөнін жазған жоқпын. Тәлімі көп теле өнімдер, сосын не бар ғой, прайм тайм, сондай мақалалар жаздым көп. Жазғандарым бәрі шықты. Соңғы 2-3 жылда мен жаздым, мысалы, мен Тоқаев тағылымы деген мақала жаздым. Оқыдыңыз ба? Шықты. Президенттің көмекшісі өзі звондап маған рахмет айтты, ол кісінің атынан. Тіліміз төрге шығар кез келді деген мақала жазғам. Ол кезде Тоқаев сенат төрағасы тұғын. Мен өзі пенсияға кетіп қалғам. Сонда маған депутаттар звондады, бүгін бюрода біз заң жобасын талқылаған жоқпыз, біз сіздің мақалаңызды талқыладық деп. Тіліміз төрге шығар кез келді деп, мысалы, тіл туралы. Негізінен журналистика мен жазушылықты қатар алып жүрдім. Жазушылыққа бірақ мен кеш келдім. Мен 40-тан асып барып келдім. Онда да менің тақырыбым отбасы. Отбасының бақыты, жастардың сезімі, оның бәрі менің өмірде көрген нәрселерімнен бастау алады. Ойдан шығарылған ештеңе жоқ. Ат жөндері өзге, бөлек, бірақ бір нәрсе сондай түртті болады. Мысалы, 2021 жылы мен қыл үстіндегі екеу деген әңгімем шықты. Керемет көп оқылды. Ол онкология, балаларға арналған онкология ауруханасына қайырымдылық жасап барғанбыз. Сосын сол жердегі балаларды көріп, тағы бір шамамен 1 айдан кейін қайтып бардым, тағы да бір балалармен сөйлесейші деп. Сөйтсем ана сөйлескен балаларым уже жоқ. Одан кейін тағы бардым, тағы сондай жоқ. Сондай жаман не болдым. Соған сол жерге кірген балалар шықса екен, жақсы болып шықса екен деген менің арманымнан
туындаған әңгіме болды да. Соның ең мықты маған пікір, өзімнің курстасым сондай ауруға шалдыққан түгін, сол маған звондады: Камаш, мен білем, мен енді тәуір болатынын білем, мен сендім, емделсе тәуір болады екен ғой деді. Енді қазір 3 жыл өтті, мен қуаныш. Аман сау. Камал апай, көп рахмет. Өкінішке орай, өкінішке орай сізбен әлі де кездесеміз деп ойлаймын. Енді біздің хабарымыз автограф болғаннан кейін солтүстік өңірге келіп жатқанда сіздің бір қолтаңбаңызды алып қалу мен үшін үлкен мәртебе. Бір қолтаңбаңызды беріп, тілегіңізді жазсаңыз, мен қуанышты болар едім. Камал апай, уақытыңызды бөлгеніңізге мында бір алғысымды білдіремін. Солтүстік өңірде тағы да жүздесуді сізбен Алла тағала нәсіп етсін. Аман жүріңіз, мақалаларыңызбен ой толғап, кейінгі жастарға үлгі болып жүре беріңіз. Аман болыңыз. Келгеніңізге, уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет сізге. Сізге де көп рахмет. Айналайын қызылжарлық бауырлар, аман болыңыздар. Біздің жас ұрпағымызға Алла сана берсін. Құрметті телекөрермендер, автограф бағдарламасының кезекті саны осымен тамам. Бүгін бізде қонақта болған жазушы, аудармашы Камал Әбілқасымқызы Әлпейісова апамыз. Студияда келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.